Сәлем достар, қалайсыздар? Манты жасаймыз. Ол үшін ұнға бір жұмыртқа және татымына қарай тұз, салқын су қосып, қаттылығы орташа қылып, бір жуала қамыр илейміз. Және оны 10 минутқа тұндырып қоямыз. 10 минуттан кейін қайта илейміз. Сол кезде қамырымыздың июі қанады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған бір жуала қамырға осындай үлкендікте осындай 3 пияз кетті. Жақсылап жуып, турап аламыз. Және фаршты мен базардан естітатын жерден тартқызып алдым. Готовый фарш қолданбаймын. Татымына қарай тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырып аламыз бірінші. Сосын фаршымыз сулы, сочный манты болу үшін жарты пиаладай су қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жаямыз. Енді барлықтарыңыз жая алатын шығарсыздар енді қамыр. Осылай төртбұрышты қылып кесіп, салмамызды салып, жақсылап бүгеміз. Қамырымыз қалың болмау керек. Жұқа болса, сол кезде қамырыңыз әдемі болып, мантыларыңыз да әдемі болып піседі. Міне, енді листімізді жақсылап майлап алып, мантыларымызды жайғастырып шығамыз. Манттың беті құрғақ болып қалмас үшін кәдімгі сұйық майды осылай жұқалау етіп жағып шығамыз. Сол кезде мантымыз жылтырап, әдемі болып піседі. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міне манты пісуге кетті. 1 сағаттың ішінде манты пісіп шықты. Қазір сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, манты жылтырап, сулы болып, әдемі болып тұр. Сіздерге кесіп көрсетейін арасын. Қараңыздар, фарш сочный болып тұр. Тағы біреуін көрсетейін. Күшті дәмі. Міне қараңыздар, су ағып күшті болып тұр манты прям. Ас болсын, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарий қалдырыңыздар, лайк басамыз.